жүздің арасын өтір ғана бөліп тұрған қазақ елі. Ассалаумағалейкум. Болыс болдым мінекей бар малымды шығындап деп Абай атамыз айтпақшы, бүгінгі мәселелерді қамти отыра, бүгінгі күнді араластыра отыра, саралап қазіргі болыстармен, яғни әкімдердің, шенеуніктердің қандай болатындығын ара жігін ажыратып айтып өтетін боламыз. Бүгін бізде қонақта Сәнім, Димаш, Дінмұхаммед және Әсет. Өлеңде күштілерін соятса, бас иземін шыбындап деп, қазіргі кезбен салыстыратын болсақ, яғни төбедегілер, яғни жоғарыдағылар кісілер не айтса, соған қарап біз не айтса соған көніп, жайша шыбындау деген. Шыбындау дегеніміз ол бас изе беру, яғни не айтса да көне беру. Жылқыға қатысты. Бұнда Абайдың кәдімгі өлең жазғандағы өмірмен сәйкестендіріп, өлеңнің көркемдігін қазақтың қалай еді анау атқа қатысты, қазақтың жалпы өмірі жылқы малына байланысты ғой. Сол жылқы малына қатысты сөздерді, терминдерді өлеңге қосып, жылқы мінез қазақтың артықшылықтарын көрсетіп жатқан. Және де Абайдың әрбір сөзінде бір ғана мағына емес, 9 түрлі мағына жатқанын көруге де болады. Абай ол бір сөзбен сол бір сөзбен көп мағына білдіріп жеткізе алған. Өлеңге оралсақ, күштілерім сөз айтса, бас изеймін шыбындап. Әлсіздің сөзін салғыртсып, шалағамын қырындап. Сияз бар десе жүрегім, орнықпайды суылдап. Сыртқыларға сыр бермей, құр білемін шыбындап. Бұл тұста біз күштілерім сөз айтса, бас иемін шыбындап. Яғни өзінің лауазымы жоғары адамдар келсе, бір сөз айтса, соған әбден келісе беру, ол қазіргі таңда да бар. Мысалы, алдыңғы Бейшенбаевтың сотында ол кісі жоғары адамы болғандықтан, оған бәрі бас изей берді. Сөзін жоқ. Ал әлсіздің сөзін салғыртсып, шалағамын қырындап деген, яғни өзіне төмендегілер, яғни халқыма мен көңіл бөлмеймін, олар не айтса да мен оларға салғырт қарап, дұрыс деп қойып жүре беремін, бірақ негізінен жоғарыдағылар не айтса соны істеймін дегендей мағынасы айтып тұр. Өзінің артын жабу мақсатындағы болған мәселелердің бірі деп санаймын. Олар жоғарыдағы лауазымдағы адамдарға менде жақсы дегенімен, артындағы халқының шыбындап жатқанын, артындағы халық әртүрлі мәселелер болғанымен оны көтермей, жоғары лауазымдағы адамдарға бәрі жақсы деп айтуынан. Әлсіздің сөзін салғыртып, шалағамын бұл жерде, яғни екіжүзділікті байқауға болады. Сияз бар десе жүрегім, орнықпайды суылдап. Жалпы әлсіздің сөзін, әлсіз дегенде мұнда кімді айтып тұр? Бұл негізі халық, ол алапат күш, бірақ ол болыс үшін әрқашан әлсіз ғой. Өйткені лауазым бар адамның аты, ол лауазымды, ол мықтының, бұл өз үшін мықты болып тұр да, ол қасындағы пара алатын, пара алмасатын билікке оны кіргізген, және ол билікке кіргізген үшін бірдеңе дәмететін кісілердің алдында бұл қазіргі тілмен айтқанда сүмелек болып жүреді да. Енді бұнда әлсіздің сөзін салғыртсып, шалағамын қырындап деген бұл менсінбеу, өзінің шендестерінің қасында басқаша, халықтың алдында басқаша, яғни екіжүзділіктің нағыз айнасы деп білемін. Сияз бар десе жүрегім, орнықпайды суылдап. Бұл тұста мен айтып кетсем, қазір біз мектептен араспай қояйық. Мектепте мысалы, ана жерде директор келе жатыр десе де, балалар мысалы сол сәтте киімін дұрыстап, яғни қыздар шашын жинай қалады. Себебі қорқады. Тексерудің өзінде сол жердегі жаңағы сөзге күштілерім сөз айтса, бас изеймін шыбындап деген сөзге нақты бір дәлел ретінде көрсетсек болады. Бұл жердегі күштілерім жаңағыдай Димаш айтып кеткендей біздің жоғарыдан қарайтын адамдарымыз. Сыртқыларға сыр бермей, құр білемін шыбындап. Бұл Абай өзі күлкінің түрін неше түрлі түрге бөліп кеткен, және ол түрдің күлудің одан да көп түрін орыс ғалымдары да зерттеп кеткен. Ал бұның ішіндегі күлу, құр күлу, яғни өтірік, әртістік күлу, я болмаса арам күлкі деп келтіруге болады. Енді осы өлеңді біз қазіргі заманмен қоштастырып кетсек.
қазіргі заманмен ұштастыру үшін ортасына қарай бару керек қой. Жай жүргенде бір күні атшабар келді лепілдеп, ояз шықты, сияз бар, ұлау деп, үй деп тікілдеп. Сасып қалдым күн тығыз, жүрек кетті лепілдеп, тың тұяқ күнім сөйтсе де, қарбаңдадым өкімдеп. Старшын биді жиғыздым, береке қыл деп, бекіндеп, ат жарамды, үй жақсы болсын бәрін күтін деп. Қайраттанып халқыма сөз айтып жүрмін күпілдеп, Құдай қосса жұртымның ақтармын осы жол сүтін деп, қайрат тысып, қамқорсып, сайманымды бүтіндеп. Яғни осы жолдағы сөздердің, яғни осы қайырымның мағынасын бір ашып кетейік. Мысалы, мынандай ғой, атшабар келді лепілдеп, ояз шықты, сияз бар, ұлау деп, үй деп дікілдеп. Сасып қалдым күн тығыз, жүректі кетті түпілдеп дейді. Яғни бұнда қазір таңда көп көріп жатамыз, бір қалаға президент келеді, яғни тексереді, бір отырыс болады, сөз болады десе, сол сәтте осы қанша жыл айлап жөнделмеген жолдар сол күні бір жөнделіп сыпырылып қалады. Аралаудан өзін мысалға алуға болады. Бір рет елбасы келеді деп, бір айдың ішінде өзінің туған жерін танымай қалған болатын. Нағыз өмірден сол кейіпкерлерге, бұл жерде кейіпкерлерге келе кететін болса, ояз деген бұл біздің шенеунікте отырған министрлер деп алсақ, болыстар бұл шағын ауылдардың әкімдері. Және съезд дегеніміз жаңағы болып жатқан жиналыстар ғой, былай айтқанда. Сол жердегі қазіргі уақытта да көре кетеміз, әртүрлі министрлардың жиналыстары болады, бірақ бұл жерде мәселелер айтылғанымен ешқандай мәселелер шешілмейді, көп нәрселер. Жалпы адам баласына көп қатысты ғой, ауыз көп сөйлейді, ауыз жақсы нәрсені айтады, бірақ іс жүзіне келгенде ештеңе жоқ. Енді абайлаңдар осы подкасттан кейін қолымызды қайып біреулер алып кетпесін. Бейшімбаев деп жатсыңдар, бірдеңе деп жатсыңдар. Келесіге келсек, береке қыл бекіндеп, ат жарамды, үй жақсы болсын бәрін күтіндеп. Қайраттанып халқыма сөз айтып жүрмін күпілдеп, Құдай қосса жұртымның ақтармын осы жол үстіндеп. Қайрат тысып, қамқорсып, сайманымда. Бұл жерде енді жаңадегі болыс старшын бет жиғыздым деп тұр ғой енді. Жаңағы екінші болыс енді өзінің кінәсін, қатесін түсініп енді ары қарай өзін ақтамақшы ғой. Өзін ақтап алып, қатесін түсініп, халқына қайтадан уәде беріп, сөз беріп жатыр да. Сөз айтып жүрмін күпілдеп, күпілдеу деген бұл өтірік айту, алдау деген мағынада. Ал келесі Құдай қосса жұртымның ақтармын осы жол үстіндеп, қайрат тысып, қамқорсып, сайманымды бүтіндеп. Бұл Құдай қосса жұртымның ақтармын осы жол үстіндеп, сүтін ақтау деген, бұл жұртының оған берген еңбегін ақтаймын дейді да. Еңбегін ақтаймын дейді да, содан кейін құр сөзбен халықты алдап, өтірік сөзбен халықты алдап, кейін келесі жолы сосын істеймін, одан кейін еріншекті ертең етпес дейді ғой, барлық істің бәрін ертеңге қалдырып, сол жартас қайрат тысып, сайманымды бүтіндеп. Осымен бірінші бөлім бітті. Екінші бөлім, екінші өлең, мәз болады болсын. Ал бастайық. Мәз болды болсын, арқаға қаққанда, шелдірей борсын, шелді шекпен жапқанға. Бұл жерде мәз болады болсын, сенің арқаға қаққанға, яғни келіп сен мақтаған сайын, яғни сен өзінше шіренің кекірей береді сияқты, шелдірей борсын, шелді шекпен жапқанға. Бұл жерде солай, яғни саған келіп шелтірейтіп орысың шен-шекпен жапқанға. Яғни мұндағы шелтірейтіп орысың деген сөздің мағынасын аша кететін болсақ, болысты басқаратындар бағанағы сияз деп айтып жатыр ғой. Сол сияздар кезінде Мәскеуден тікелей басқаратын болғанда, бұндағы автордың өлеңімен тарихи шындықты ұштастыратын болсақ, кезінде орыстар қазақтарға сексеуілмен ұрып сындыру әдісін әдеби тілмен айтқанда қолданған болатын. Өйткені халықтың ең төменгі, яғни болыстарды қазақтардан сайлады. Және ол қазақтарды жалғыз қазақтар емес, қазақтың ішіндегі екінің бірі болыс болатын қылып қойды. Бұдағы халықтың ішіндегі алауыздықтың болатынын сезген орыстар осы шелтірейтіп жапқан шенді шекпені бұл басымызға берген нәубетті айтты деп ойлаймын. Келесі жұмақ.
күнде жақсы бола ма, бір қылығы жаққанға оқалыдан тола ма, ар ұятын сатқанға. Бұл жерде ар ұятын сату, яғни ол ар ұятты қалай сатты? Абай айтады ғой, еңбекті сат, ар сатып неге керек дейді. Мұнда ол кісі қара берген деген секілді айтып тұр. Оқалыдан тола ма, қанша жерден бір сол иә би болсын, қанша жерден болыс болсын, ол бәрібір сол болыс болған үшін пара беріп тұр ғой, арғы неде сол жауап береді. Оқалы тон деген, яғни қымбат тон ғой, қымбат тон дегендер болады. Сол оқалы тон ол қаншалықты қымбат болса да, ол ар ұятының құнынан ешқашан артық болмайды. Осыны айтқысы келген Абай. Оны жинай бергеннен, ақшаны да бір пара алып жинай бергеннен, оны арғы дүниеге алып кете алмайсың, сол туралы. Күлмен қағып қасқайып салынып ап мақтанға, таңғалған қампайып жоқты басып шатқанға. Бұл жайды айтып кетшеңіз. Келесін қылдаймын. Бұнда мақтанға салыну өзімшілдік, болыстардың мінезінде болатын жалпы жаман қасиеттердің түр-түрін осы жұмаққа сыйғызып кеткен. Үйі мәзі болып қой сойды, сүйіншіге шапқанға, әуре қылды салды қойды үйде тыныш жатқанға. Бұл жердегі қойылатын сұрақтардың бірі сол жаңағы айтып кеткендей, болыс болуға мәз бола аласың ба? Сен оған қайта қиналуың керек емес пе? Сенде сондай ауыртпашылық сенің бойыңа салып қойды. Ал сен мәз болып қой сойдың, бәрін әуре қылдың, бәріне қандай ой салдың, соның бәрін әуре қылды салды ойды үйдегі тыныш жатқанға. Яғни бұл болыс болған болып, өзі ғана емес, яғни үйіндегілерді де әуреге салып қойып, мен болыс болдым қараңда, міне тұрыңдар деген сияқты тыныш жатқан үйіндегілердің өзін тұрғызып әуреге салып қояды. Ешнәрсе емес жұбанар, ақыл көзбен баққанға, жас баладай қуанар бір тәнді жатқанға. Бұл тұста Абай айтыр, болыстықтың сол бір қуанарлық нәрсе емес, одан да бір өз мойнына тағы міндет іліп алғандай деген секілді айтылған. Ол болыс болғанына өте жақсы қуанып сөйтеді. Өздерің қалай ойлайсыздар? Болыс болуға лайық адам, мен болыс болайын деп айта ма? Жоқ. Болыс болуға лайық адамды ол өзгелер осы кісі лайық қой деп өзгелер сайлайды. Болыс болуға лайық адам ол өзін қалай айтсам болады, сайлайтын адам ол ғылымы жеткен адам да, ал ғылымы жеткен адам ол ешқашанда болыстыққа бармайды. Біздің ауылда да бар, біздің ауылдың әкімі әкім болған, екі ауылға бірдей әкім, оны белгілі бір жұмыс істейтін уақыты бітіп, немесе өзі бас тартты ма, содан кейін халық қайтадан соны сайлап отырғызып қойды ғой. Сенің кезіңде ауыл. Қалаулысы ғой, елдің қалаулысы болған адам. Елдің қалаулысы, халықтың қалаулысы, елдің билеушісі, нағыз билікті басқа. Сөз бар ғой, елім деген ер болмаса, ерім дейтін ел болмас дейді. Яғни осы елім үшін деп сол еңбек еткен, жұмыс жасаған адамдарды кісілер әрдайым жақсы көріп сүйіп тұрады. Ал тиісінше түк жұмыс жасамай, тек тұрмақтанға салып, мені болыс қылыңдар, мені бүйтіңдер, мені сөйтіңдер деген адамды ол құр уәде, өтірік уәде. Мен ертең газдың бағасын түсірем, ертең бензиннің бағасын түсірем, нан тегін болады деген президенттікке сайланбай тұрып, депутаттыққа сайланбай тұрып қаншама оттаған шенеуніктерді көргеніміз өтірік емес. Осы жерде болыстыққа лайық адамды қалай көресің? Болыстыққа лайық адам, сол жаңағы айтып кеттік қой бәрін, елдің елеусі, халықтың қалаулысы. Одан кейін шумақ көзі барлар ойдың, күлер атын ашқанға, қасиетін бойының бекер төгіп шашқанға. Яғни мұндағы күлкінің, арсыз күлкінің бір сипатын көрсетіп кетті деп ойлаймын. Өйткені артын ашу дейді ғой, ол нағыз бүкіл былықтардың бәрін халыққа жайып, одан кейін күлу, қырт күлкі, яғни адам баласына керек емес қасиетті бір жұмаққа сыйғызып берген. Қуанарлық қыз емес жылтырауық таққанға, өзгелерді біз емес түсірмекші қақпанға. Сән не ойлайсың? Ол туралы менің ойымның бірі, бұл қуанарлық қыз емес жылтырауық таққанға. Бұл әрине болыстың бір жаңағы ақша берген сайын қуанып, бір нәрсе алам деген емес, ол қайта халыққа сол ақшаны жұмсау керек менің ойымша. Болыс болу деген ол біз мектептегі олимпиада жеңген кезде бізге сыйлық беретін кез емес. Ол марапат, ол
атақ абырой, үлкен жауапкершілік. Ол бостыққа салынған кезде ол адам өзіне жауапкершілік алғанын сезініп, қатты марқайып, шалқайып кетудің қажеті жоқ деп ойлаймын. Осы десек бола ма, ар абүйір тапқанға, миың болса жолама, бос желігіп шапқанға. Миың болса жолама деген, яғни ақылы толық ғылыммен айналысып жүрген адам, ол ешқашан жаңа айтқандай болыстыққа бармайды. Сен болыстыққа барам дегенше, егер де болыс болатын болсаң, өзіңнің енді тәжірибеңді жинап, кішкене болсын ғылымыңды көбейтіп, сосын барып барған дұрыс. Егер сен оған өзіңді және халқың сені лайық деп санамаса, сен ол жерге барынша жолама. Желігу деген не ынтық болу ма? Бос желігу, яғни жаңағы абай айтқандай, қате ұғым, бос желігу деген ол бекерге андай ысыраптың жақсысы жоқ дейді, ең жаманы уақытты ысырап ету дейді. Бос желігу, яғни бұл уақытты құрдымға кетіру, бір жағынан ар ұятыңнан айырылу, сауабыңнан айырылу, яғни миың болса жолыма бос желігіп шапқанға, бұл болыстыққа ешқашан қымақпа деген ой. Бір бес нағын оңбасын, маңсан оң қосқанға, жасық жаман болмасын, жамандықтан қашқанға. Яғни сен осыдан бір теріс айналсаң, сен ешкімнен жаман деп кетпейді. Өйткені сен бұның жамандық дегені осы жаңағы арын сатқаны деген. Жайы мәлім шошқаның түрткенінен жасқанба, бір ғылымнан басқаның кеселігі басқанға. Одан үміт кім қылар, жол табар деп сасқанда, үйті басқан жолы бар, кешікпей ақ тосқанға. Абайдың өзінің сөзі бар, ғылым таппай мақтанба деген. Яғни білімнен басқасының бәрімен мақтану, ол нағыз надандық, нағыз ақмақтық. Адам баласы адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген заттармен озады. Қалғанның бәрімен оздым деу нағыз ақмақтық деп Хакім Абайдың өзі айтпақшы, ешқашан білімнен басқа ештеңемен мақтанған ол нағыз адамшылдықтың бейнесі деп айта алмаймыз. Келесі, үйтіп асқан жолы бар, кешікпей ақ тосқанға. Бұл жайда қалай ойлайсыңдар? Кешікпей ақ тосқан деген не бұл? Үйтіп ас. Бұл жерде айтпақшы, яғни болмай жатып бос болған кезінен шалқайып, сонша той жасап, асып тасып алады. Одан кейін бос болғаннан кейін уже ары қалай болады деген сияқты ғой. Ол мақтанып солай жүргеннен кейін ары қарай жалпы ар жағында, енді әр істің аяғына басы себепкер ғой. Ісіңнің бісмілласы қалай болады, ақырда солай болады. Енді болыстыққа кірген кезде мен пар алам, мен жаман пар алам, ертең билікке көтерілем, туысқандарын кіргізем деп кірген адам түбінде опық жейтіні айдана. Бұл жерде бастысы бірінші ниеттен басталады. Ниетіміз түзу болсын. Сіздерге рахмет.